Сәлеметсіздер ме оқушылар? 2 сынып әдебиеттік оқу 54 сабақ жақсылықты бағала. 1 тапсырма. Ертегі мен мысалдарда бұл кейіпкерлер қалай сипатталады? Түлкі, қарлығаш, қарға, қасқыр. Түлкі ертегі мен мысалдарда қу жануар болып сипатталады. Қарлығаш ақкөңіл құс болып сипатталады. Қарға аңқылдақ құстың кейпінде сипатталса, қасқыр аңқау жануардың кейпінде сипатталады. 2 тапсырма. Қасқыр мен тырна. Мысал: қасқырдың қорқаулығы жұртқа мәлім, аузына түскен үнін жұтар бәрін. Бір күні сол қомағай Қасекеңнің көріпті бір сүйекке қақалғанын. Қасекең демі бітіп қатты сасып, бұлқынып, бұратылып, жанталасып, көмекке бір тырнаны шақырыпты, қағып, қолын сербеп, аузын ашып. Қасқырдың тамағына тұмсық сұғып, сүйекті тырна лезде алды жұлып. Сіңірген осы үлкен еңбек үшін қасқырдан тіледі ақы тырна тұрып. Сол кезде айғай салды қасқыр сараң: ой ақымақ, сенбе менен ақы алар, басың аман қалған соң саған не бар? Тұмсығыңды тыққандай жеп қоймадым, өз басын өзіңе олжа, енді жоғал. Көзіме бұдан бұлай түсіп қалмай, сақтанып жүргенің сол дұрыс болар. Келесі балалар, сөздікпен жұмыс жасаймыз. Қорқау деген сөздің мағынасы жыртқыш деген мағынаны білдіреді екен. Өз басың өзіңе олжа деген сөз аман қалғаныңа қуан деген мағынаны білдіреді екен. 3 тапсырма. Кестенің көмегімен оқиғаның дамуын, аяқталуын анықта. 1 сұрақ: оқиға қалай басталды? Оқиға қасқырдың сүйекке қақалып қалуымен басталды. Оқиға әрі қарай қалай дамыды, не болды? Қасқыр тырнадан көмек сұрады. Тырна қасқырға көмектесті. Аузындағы сүйегін тұмсығымен жұлып алды. Оқиға қалай аяқталды? Қасқыр тырнаға рахмет айтқан жоқ. Керісінше, өз басын өзіңе олжа, енді жоғал деп дөрекі жауап берді. 4 тапсырма. Қасқырдың қиналған сәтін ақын қалай суреттеген? Өлеңнен тауып оқып бер. Қасекең демі бітіп қатты сасып, бұлқынып, бұратылып, жанталасып. Яғни қасқырдың сүйекке қақалып қалған соң бұлқынып, жанталасып, қиналғанын суреттеп көрсеткен екен. 5 тапсырма. Қасқырдың қиындыққа ұшырауының себебі неде? Қасқырдың қиындыққа ұшырауының себебі өйткені ол жыртқыш аң, аузына түскеннің барлығын жұта береді, өте қомағай жануар, сондықтан үнемі қиындықтарға ұшырап тұрады екен. 6 тапсырма. Мысалдан қасқырдың сипатын білдіретін сөздерді тауып, көшіріп жаз дейді. Қасқыр бізде қорқау, яғни қорқау деген жыртқыш, қомағай және сараң жануар екен. Қорытындыла. 7 тапсырма. Мақалды оқы. Қасқыр мен тырнаның іс-әрекеті бойынша пікір айт, баға бер. Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Яғни бұл жерде қасқырдың басына іс түскен кезде тырна өте жақсы құс екенін дәлелдей отырып, қасқырға өзінің көмегін көрсетті. Егер ол жаман құс болса, қасқырға көмектеспей күліп кететін еді. Сондықтан тырнаның іс-әрекеті өте жақсы, ал қасқыр тырна көмектессе де оған ешқандай рахмет айтқан жоқ. Сондықтан қасқырдың іс-әрекеті дұрыс емес. Сөздікпен жұмыс. Басына іс түсу деген сөздің мағынасы қиыншылыққа ұшырау деген мағынаны білдіреді.
Мына сезімдер мысал мазмұнының қай тұсында байқалды, түсіндір дейді. Апырмай, обал болған екен. Бұл мәтін мазмұнының бас жағында көрсетілген. Яғни қасқырды көрген тырнада осындай аяныш сезімі пайда болды. Екінші, бәрекелді, жарайсың деген сөз бұл мәтін мазмұнының ортасында кездесті. Яғни тырнаның қасқырға көмектескенін көріп, біз осындай ризашылық сөздерді айттық. Үшінші, ұят болды-ау. Бұл сөз мәтін мазмұнның соңында кездесті. Яғни тырна қасқырға көмектессе де, қасқыр оған өте ауыр сөздер айтып, тиісіп бергеніне біз ұялдық.